Qadr tuni жайлы Алла Тағала Құран кәрімде Qadr сүресінде инна анзалнаху фи лайлатил qadr, яғни біз Құранды шын мәнінде Qadr түні түсірдік деген аятты келтіреді. Тәпсірші ғұламалардың көзқарасында бұл аяттың мағынасы, яғни Құраны кәрімді Алла Тағала аспан әлеміне толығымен түсірді. Содан кейін Жибрейіл періште пайғамбар алейхиссаламға 23 жыл бойы рет-ретімен аяттарды түсіріп отырды деген мағынаны айтады. Сонымен қатар Qadr сүресінің 3-ші аятында лайлатул qadri хайрум мин альфи шахр, яғни Qadr түні 1000 айдан да хайырлы деген аят келтіріледі. Бұл аяттың мағынасында нақты бір 1000 айдың ғана сауап емес, бәлкім Алла Тағаланың құзырында бұл түні жасалатын дұғалар, осы қасиетті Qadr түні жасалатын құлшылықтар бәлкім одан да жақсырақ, Алланың алдында сауабы мол деген мағынаға келетін тәпсірші ғұламаларымыз айтып өтеді. Сонымен қатар қазақ халқында Qadr түні тек таңға дейін ғана ұйықтамай отыру, немесе дастархан жайып бір кісінің келетін, немесе Qadr атаның келетін күтіп отыру деген сияқты стереотип қалыптасқан. Әрине бұл стереотип мүлдем қате деп айтпаймыз. Дегенмен де дұғалар қайтарылмайтын күні біз барынша Алла Тағала құлшылық жасап, мейлінше Құран кәрім оқып, пайғамбар хадистерін дәріптеп, мейлінше таң атқанға дейін еліміздің, жеріміздің тыныштығы үшін қазіргі таңда болып жатқан табиғи апаттардан аман-есен халқымыз құтылып, келесі қасиетті Рамазан айларына төрт көзіміз түгел жетуге біз дұға жасағанымыз абзалырақ деп санаймыз.